Сәлем қадірмен көрермен, IT сервис KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгін біздер ремонтқа келіп түскен телефон ол Redmi 9C. 9S деп қояды, бірақ английский C ғой. Келген мәселесі Google аккаунт блокировкасынан түсіп алған. Клиенттер шалғытып қалды, және өзінен өзі артқа қайтып кетті мынау. Использовать аккаунт Google деген басқа салайық. Яғни келген мәселесі Redmi 9C-дің жаңа шыққан моделі, бұл айтқанда осы қыркүйек айында сентябрьда шыққан. Неге Google аккаунт блокировкасынан түсіп қалған. Артқа қайтамыз. MIUI 12. Клиенттер шалғытып қалды. Мінеке көргендеріңізге клавиатураның шақырасыздар, одан кейін глобусқа басқан соң настройка мінеке клавиатура, жер шары, настройка, звуковой давать клавиатуру. Кез келген тілді таңдаймыз, мына жерде жанында сызығы болса болды. Жоғары оң жақта үш нүкте, справка отзыв. Ол функция switch access для Android. Одан кейін мына жерде поделиться деген белгіге басасыздар. Ол жерден Gmail, пропустить. Қазір бұл жасап көреміз біз. Exchange Office 365 деген таңдаймыз. Кез келген символ тереміз, собачка, кез келген символ, нүкте, кез келген символ мінекей. Далее. Енді настроить с помощью сертификат дегенді басып көреміз. Пароль қойылады мекен көреміз, қазір тексереміз. Бұдан болмайды екен, онда артқа қайтамыз. YouTube'қа басамыз, онда YouTube'қа кіреміз. Төменге түсіріп өшіріп тастаймыз видеоны, адамның белгісіне. Условия использования. Осылайша Google Chrome. Продолжить, далее нет, спасибо, не надо. Енді жоғары жаққа былай жазып көрейік. Quick Shortcut Maker. Quick Shortcut Maker скачать етеміз. Последняя версия. Скачать. Окей. Открыть. Настройки. Қосамыз. Принять. Установить. Разрешить. Открыть. Енді мына жерге ағылшын тілінде чо деп жазып көрейік. Шығады ма екен бір нәрсе. Ештеңе шықпады. Настройки. Вероятно, жерге настройки. Приложение өтесіздер, настройка деген таңдайсыздар. Просмотреть. Пароли безопасностьқа кіріп көрейік. Отпечатканы қойып көреміз. Енді жерден цифровой код деген таңдаймыз. Көрдіңіздер, настройканың ішіне кіреміз. Отпечатка пальца дегенге басасыздар. Понятно. 255, продолжить, 255, окей. Артқа қайтамыз, отпечатка қоймаймыз. Келіңіздер, о телефон. Redmi 9C. Android One екен. Енді осының барлығын артқа қайтып шығамыз. Яғни настройкаға кірсек, болдық. Настройкаға кіргеннен кейін бетіне пароль қоямыз. Сол парольмен өтіп кетеміз. Алдыға қарай жылжимыз. Wi-Fi-дан алдыға өтеміз. Gmail-дың көмегінсіз болады екен. Не копировать. Біз алдымен Gmail-дың көмегімен қоятынбыз ғой парольді.
Анада шықпай қалды. 2552. Далее. Екінші жерде пропустить. Міне телефон толықтай ашылып отыр. Google аккаунт блокировкасынан. Мен аккаунт білсем де өте қиын болуы мүмкін. Енді бұл Google аккаунт. Мына пропустить. Мен аккаунт қажет емес. Пропустить. Далее. Классика. Настройка завершена. MIUI 12. Екінші жерде теріліп отыр. Телефон. Екі мына жерде былай. Сан жақсы ма? 36-68 Неке. Телефон толықтай ашылып отыр. Настройка. Настройка кірестерді қайтадан блокировка экран дегенге басамыз. Пароль безопасности бар еткенбіз. Пароль безопасность. Пароль включен. Осыған кіремізді. 2552. Далее. Отключить блокировку экрана. Неке. Парольді өшіріп қойасыздар осылай. Және бір рет өшіремізді. Қайтадан қоссақ телефон ашылып тұрады. Тағы телефон жайлы мәлімет. Redmi 9C MIUI 12.01. Последнее обновление системы безопасности 7-ші айдың бірі. Телефон номер неше болады? Егер видео сіздерге ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.